Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Біз бүгін сіздермен present perfect, яғни аяқталған осы шақпен танысатын боламыз. Жалпы present perfect ол қалай жасалады? Яғни өткен уақыттағы болған іс-әрекеттің қазіргі уақыттағы нәтижесін көрсетеді. Біз оны present perfect дейміз. Немесе жалпы сіздің өміріңізде болған қандай да бір іс-тәжірибе, опыт болса, біз соны айтқан кезде тоже present perfect'ті қолданамыз. Және де тағы да бір үшінші түрі present perfect'ті жақында ғана, яғни орысша айтсақ недавно дейді, жақында ғана болған бір оқиғаны немесе іс-әрекетті сипаттаған кезде біз дәл осы present perfect'ті қолданамыз. Жалпы present perfect бізде қазақ тілінде жоқ, орыс тілінде де жоқ. Орыс тілінде бұл өткен шақ ретінде кәдімгі болып кеткен іс-әрекет, ал ағылшын тілінде бұл өткен іс-әрекет емес, яғни өтіп кетті, бірақ та қазіргі уақытта сол өткен іс-әрекеттің нәтижесін айтқан жағдайда біз осы present perfect'ті қолданамыз. Және де present perfect'ті қолданған кезде біз оның қай уақытта, сағат нешеде, немесе қашан, қай жылы болғанын біз көрсетпейміз, яғни уақытын көрсетпейміз. Жалпы өміріңдегі болған бір опыт, experience дейді. Яғни сол кезде біз present perfect'ті қолданамыз. Енді мен сіздерге қазір барлығы түсінікті болу үшін мен сіздерге бірінші формуласын жазамын, сосын мысалдармен түсіндіретін боламын. Формуласына келетін болсақ, яғни формуласы бастауыш subject plus have немесе has, яғни has ол бізде үшінші жақта қолданады, оны сіздер білесіздер. Мен present simple'ды түсіндірген кезде өткен болатынмын. Және де бұған етістіктің үшінші формасы немесе иде жалғану арқылы жасалынады. Енді ол қалай, мен сіздерге қазір мысал ретінде көрсететін боламын. Енді мысал, бірінші мен жаңа ғана аяқ киімімді тазаладым дейік. I've just cleaned my shoes. I've just cleaned my shoes, яғни мен жаңа ғана аяқ киімімді тазаладым. Жалпы just деген бізде бұл present perfect'те қолданатын сөздер бар. Бізде just, yet, already деген. Бұны жалпы алып тастасам да болады. I've cleaned my shoes, яғни мен аяқ киімімді тазалап қойдым. Яғни бұл өтіп кеткен іс-әрекет, бірақ қазіргі нәтижесі бойынша менің аяқ киімім тап-таза болып тұр. Яғни қазіргі уақытта оның нәтижесін көрсетіп тұр. I've just cleaned my shoes. Енді қараңыздар, I've дегеніміз не? I've дегеніміз ол бізде I have деген сөз, яғни мен оны қысқартып I've деп жаздым, қысқартылып жеміз. Clean деген жалпы етістік осы шақта. Бұл бізде дұрыс етістік болғандықтан біз оған окончание иде жалғаймыз, сөйтіп ол бізде шығады cleaned, яғни тазаланды. Көріп тұрсаңыздар. Ал егер бұл бізде бұрыс етістік болатын болса, онда ол бізде өзгереді. Мысалы, ол үй жұмысын істеді. Яғни ол бағана істеп біткен, қазір ол уже үй жұмысын істеп жатқан жоқ. She's done her homework. She's done her homework. Яғни ол үй жұмысын істеп болды. Енді қараңыздар, бұл жерде she's дегеніміз ол бізде she has деген сөз. Мына кесте бойынша, формула бойынша she has деген сөз. Мен оны қысқартып she's деп жаздым. She has. Done дегеніміз не? Мен бұлай бөліп қойын. Done дегеніміз ол бізде сіздер білесіздер ғой, do деген көмекші етістік. Do немесе does деген көмекші етістікті білесіздер. Осы шақта осы do, does көмекші етістігінің үшінші формасы ол бізде болады done. Себебі екінші формасы бар, ол өткен шақта did, сосын бізде үшінші формасы done. Яғни бізде present perfect'та етістіктің үшінші формасын қолданамыз done. Жалпы осылай жасалады. Қазір мен сіздерге енді болымды, болымсыз және сұраулы түрде сөйлемдермен түсіндіріп көрсететін боламын мысалдармен. Ендеше ары қарай сіздермен жалғастырайық.
Мысалы, мен жаңа ғана айттым, өміріміздегі болған қандай да бір опытты көрсетеді дедік, иә. Мысалы, мен айтам, мен Парижде болдым. Жаңа мен айттым, қысқартып жазамыз деп. I've been to Paris. Яғни мен Парижде болдым. Енді қараңыздар, мен Парижде қашан болғанын айтып тұрмын ба? Мен уақытын көрсетіп тұрған жоқпын. Яғни present perfect'та ешқандай уақыт көрсетілмейді. Мүмкін мен Парижға кеше барып келген шығармын, мүмкін бір ай бұрын барған шығармын, немесе 5-6 жыл бұрын барған шығармын. Яғни уақыты көрсетілмейді, мен ол іс-әрекетті қазір айтып тұрмын. Сондықтан мен present perfect'та қолданамын. Яғни өмірімдегі болған қандай да бір тәжірибе. I've been to Paris. Келесі мысал, мен сіздерге айттым, жаңа ғана болған іс-әрекет көрсетеді дедім. Мысалы, олар таңғы астарын ішіп бітті. They finished their breakfast. They finished their breakfast. Так, значит, көрінбей қалды. Окей, they finished their breakfast. Олар таңғы астарын ішіп бітті. Мен олардың таңғы астарын сағат нешеде ішкенін айтқан жоқпын, жай ғана айттым, олар таңғы астарын ішіп бітті. They finished their breakfast. Келесі. Так, мысалы, ол паспортын жоғалтып алды дейік. She's lost her passport. She's lost her passport. Яғни ол өзінің паспортын жоғалтып алды. Қазіргі нәтиже бойынша біз оның қайда екенін таппай жатырмыз. Қазіргі нәтиже оның паспорты жоқ, бірақ қашан жоғалғанын білмейміз. Сондықтан біз также present perfect қолданамыз. She's lost her passport. Тағы да бір мысал қойайық. Яғни келесі мысал, біз жаңа жұмыс бастадық. We've started a new job. Біз жаңа жұмыс бастадық. Яғни start деген дұрыс етістік болғанда мен ed жалғаймын. Ал мына жерде she's lost her passport дегенде lost, яғни бұрыс етістік, сондықтан мен етістіктің үшінші формасын аламын. We've started a new job. Яғни етістіктің формасы туралы мен сіздерде past simple'да түсірген кезде түсіндірген болатынмын. Яғни етістіктің бірінші, екінші және үшінші формасы болады. Past simple'да біз екінші формасын қолданамыз, ал present perfect'та біз етістіктің үшінші формасын қолданамыз. Жалпы осындай мысалдар, енді дәл осы мысалдарды біз болымсызға айналдырайық. Жалпы болымсызға айналдырғанда have пен has-ға not жалғану арқылы жасалады. Мысалы, мен Парижде болған жоқпын. I haven't been to Paris. I haven't been to Paris, яғни мен Парижде болған жоқпын. Көріп тұрсаңыздар, have-ға not жалғаған кезде қысқартылып haven't болады. I haven't been to Paris. Келесі, яғни түсініңіздер деп ойлаймын. Яғни have және has-ға біз қосамыз not. Бірақ біз қысқартып жазамыз. Haven't немесе hasn't. Hasn't. Жалпы осылай жасалады. Haven't, hasn't. Енді келесі мысал. Олар таңғы астарын бітірген жоқ. They haven't finished their breakfast. They haven't finished their breakfast. Олар таңғы астарын бітірген жоқ. Немесе ол паспортын жоғалтқан жоқ. She hasn't lost her passport. She hasn't lost her passport.
Жалпы осындай сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, болымсыз қалай жасалынатын. Енді сұраққа келейік. Яғни сұрақ сөздер have has көмекші етістіктерінен басталады. Енді дәл осы сөйлемдерді қазір сұраққа айналдырайық. Сен Парижде болдың ба? Have you been to Paris? Яғни сен Парижде болдың ба? Have you been to Paris? Енді сіз қалай жауап бересіз? Я, мен болдым. Yes, I have. Ал егер сіз болмасаңыз, айтасыз No, I haven't. No, I haven't. Жалпы осындай Have you been to Paris? Сен Парижде болдың ба? Yes, I have. No, I haven't. Тағы да бір айтатын зат мына жерге қарасаңыздар. Have been to Paris. In деп қолданбаймыз. In болмайды, немесе at, немесе on предлогтар болмайды. Именно to present perfect бір жерде болдың ба деген кезде біз әрдайым әрдайым осы to предлогын қолданамыз. Have you been to Paris? Түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Келесі кеттік. Олар таңғы астарын жеді ма? Have they аяқтады ма? Бұл жерде finish берген. Олар таңғы астарын аяқтады ма? Have they finished their breakfast? Have they finished their breakfast? Олар таңғы астарын аяқтады ма? Олар аяқтады. Yes, they have. Яғни сұрақ have-пен қойылып тұрғандықтан біз have-пен жауап береміз. No, they haven't. Yes, they have. No, they haven't. Келесі, ол паспортын жоғалтып алды ма? Has she lost her passport? Ол паспортын жоғалтып алды ма? Яғни жауап береміз. Has-бен қойылып тұрғандықтан has-бен жауап береміз. Yes, she has. Жоқ десек, no, she hasn't. No, she hasn't. Жалпы present perfect бізде осылай жасалынады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сіздерге түсініксіз болып жатса, маған комментарийға қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерге әрдайым жауап беруге тырысамын. Және де бұл бізде present perfect'тің бірінші бөлімі ғана. Әрі қарай бізде екінші, үшінші бөлімдері бар. Яғни бізде жаңа уақытты білдіретін сөздер already, just, yet дедім. Соларды қалай қолданамыз, сол туралы бөлек сабақ түсіретін боламын. Рахмет, сау болыңыздар. Сіздерге барлығы ұнады деп ойлаймын. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.